Үйде орын алатын 4 нәрсе бақытсыздық пен сәтсіздік әкеледі, ризықты жояды. Ол нәрселерге не жатады? Қалай біз одан құтыла аламыз? Көптеген отбасыларда ұрыс-керіс болып, мәмілелері жаман жаққа қарай өзгеріп жатады. Осындай отбасыларды қатерге ұшырататын 4 нәрсе бар. Біріншіден, үйде ұзақ уақыт бойы Құран кәрім оқылмайды. Әсіресе Бақара сүресі. Үйдің бекем болуы немесе бұзылуы Құран оқуға тікелей қатысты. Бақара сүресі оқылған үйден шайтандар қашады. Екіншіден, үйде тұрған жақсы нәрсені, тіпті қарапайым нәрсені көрсек, машалла, ля қуатта илля биллах. Аудармасы, Алланың қалағаны, Алладан басқа күш-қуат иесі жоқ деген сөзді айтпау себепті. Айша анамыздан келген хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям жақсы көрген нәрсесін көрген кезде Аллаға мақтау болсын, оның берген нығметі мен ізгі істер толықтырылады деп айтатын. Ал ұнамайтын нәрсесін көрген уақытта барлық жағдайға Аллаға мақтау болсын деп айтатын еді деген. Үшіншіден, күнәні көп жасау. Алладан жарылқау тілеуді тастап қою. Адам баласы күнәсі себепті келе жатқан рызығынан махрұм болуы мүмкін. Алла тағала күнәға жарылқау тілеу мал дүниенің, бала шағаның көп болуына себеп болады деп баяндады. Нұх сүресінің 10-13 аяттарында және де оларға Раббыларыңнан күнәларың үшін кешірім тілеңдер, өйткені ол құлдары қанша жерден күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді делінген. Төртіншіден, Алла тағаланы отбасына беріп жатқан нығметтерін әлеуметтік желілерге салуы. Басқа көре алмайтын адамдар тарапынан саған және отбасындағы адамдарға көз тию сынды құбылыстар орын алуы мүмкін. Абдулла ибн Аббас және Муғаз ибн Жабал, Алла ол екеуінен разы болсын. Келген хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: сендерге берілген заттарды адамдарға көрсетпей жасырыңдар, әрбір берілген нығметті көре алмайтын адамдар болады деген. Тақырып ұнаса каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар.